Сәлеметсіздер ме? Гендерлік лингвистика пәні бойынша кезекті дәріс сабақтарын жалғастырамыз. Бүгін гендерлік лингвистика пәні бойынша екінші модульді бастайтын боламыз. Екінші модуліміз гендерлік лингвистиканың тіл ғылымы жүйесінде алатын орны деп аталады. Екінші модульдегі гендерлік лингвистика ғылыми сипаттамасы дәрісін талқылаймыз. Бұл дәріс бойынша гендерлік лингвистиканың мақсаты мен міндеттері, гендерлік лингвистикадағы биодетерминистік және социодетерминистік бағыттар, тілдегі гендерлік асимметриялардың типологиясын талдайтын боламыз. Гендерлік лингвистиканың мақсаты мен міндеттерін талқыламас бұрын алдымен лингвистикалық зерттеулердегі орталық 4 түрлі ұстанымға назар аударайық. Біріншіден экспансионизм ұстанымы, екінші антропоөзектілік ұстанымы, үшінші жаңа функционалдық немесе неофункционалдық ұстаным, төртінші экспланаторлық ұстаным. Бұл ұстанымдарға жеке-жеке тоқталатын болсақ, экспансионизм ұстанымы шекараның жойылуы, шектеудің болмауы, пәнаралық байланыстың кеңеюі. Екінші антропоөзектік ұстанымы бұл тілдегі адам мәселесі. Үшінші жаңа функционалдық, яғни неофункционалдық ұстаным. Мұнда тілді әрекет деп қарастыру, оны қолданыс аясын зерттейді. Төртінші экспланаторлық ұстаным, бұл түсіндірмелік ұстаным. Осы ұстанымдардың барлығы да гендерлік зерттеулерде қарастырылады. Бір жағынан пәннің әдіснамасын қалыптастыру, сонымен байланысты зерттеу нысанына қатысты жалпы әдіснамалық көзқарастарды қалыптастыру үдерісі жүреді. Ал екінші жағынан пәннің ғылыми танымдық теориясын қарқынды зерттеу жүргізіледі. Енді гендерлік лингвистика дегеніміз қандай пән, қандай ғылым саласы? Гендерлік лингвистика деген сөздің өзіндегі термин, бұған дейінгі дәрісте де атап өткеніміздей, дженда ағылшын тілінен енген грамматикалық тек категориясын білдіретін термин. Сондықтан гендер мен тілдің өзара байланысын зерттейтін гендер мен лингвистика аралығындағы ғылым саласы гендерлік лингвистика деп аталады. Тіл мен тұлғаның, тіл мен қоғамның тілдік қызметі өзара әрекеттесу заңдылығы гендерлік лингвистиканың әдіснамалық негізі болады. Гендерлік лингвистиканы қалыптастырудың 3 түрлі қырын, синкретті қырын ұсынамыз. Адам тілінің синкретті 3 қыры. Біріншісі тілдің ішкі құрылысы, екіншісі тілге әсер етуші сыртқы жүйе және үшіншісі әлеуметтік факторларға негізделген тілде көрініс беретін ментальді құрылым, әлемнің жанама түрдегі бейнесі. Бұл әлемнің тілдік бейнесі, тілдік тұлғаның прагматикасы, тілдік қолданушының тілдік санасы, ойлаудың этникалық құрылымы, қалыптасу үстіндегі өмір салты, ұлттық мінез құлық, менталитет. Гендерлік лингвистикада қандай мәселелер қарастырылады? Біріншіден, адам жынысы мен гендердің тілімен анықталатындығы, тіл мен жыныстың айырмашылығы мен өзара байланыстылығы, әйел мен ер адам сөзінің жалпы адамдық айырмасы, ел мен ер адамның ұлттық этникалық деңгейдегі айырмасы, тілдің әлеуметтік жіктелуі мен қоғамның жыныстық жіктелуінің өзара байланысы, әйел мен ер адам тілінің тілдік бірлікті қолдану айырмасы, әйел мен ер адамның сөйлер сөзіндегі қолданатын тілдік және бейтілдік бірліктер, әйел мен ер адам беретін мәлімет құрамындағы тілдік және бейтілдік бірліктер дейміз. Бұл қарастырылатын негізгі мәселелерді бұған дейінгі дәріс сабақтарымызда атап өткеніміздей, осы гендерлік лингвистиканың қазақ тіл білімінде бастауында тұрған ғалым Бақытжан Қасанұлының еңбектерінде атап өтілген болатын. Сонымен гендер мен тілдің өзара байланысын зерттеу бағыттарын төмендегідей ұсынамыз. Ол бірінші әлеуметтік лингвистикалық бағыт, екінші психолингвистикалық бағыт, үшінші идентификациялық бағыт, төртінші лингвомәдениет танымдық және мәдениетаралық зерттеулер, бесінші тілдегі феминистік сын, алтыншы маскулиндік зерттеулер. Гендерология ғылымында, соның ішінде гендерлік тіл білімінде гендерлік лингвистикалық ерекшеліктердің биологиялық факторларға қатыстылығы жөнінде айтыс пікірлер әлі күнге дейін жалғасуда. Бұл сонау 20 ғасырдың 70 жылдардан басталды. Бұларды біз екі топқа бөлеміз: биодетерминистер және социодетерминистер.
Биодетерминисттер ер мен әйел тілінің айырмашылығы бұл табиғилықтың басым болуынан деп дәлелдеп, эксперименттік тәжірибе нәтижелерін алға тартады. Ал социодетерминисттер болса, гендерлік тілдік ерекшеліктің болуы бұл әлеуметтік мәдени факторлардың әсерінен деп түсіндіреді. Әлеуметтік психолингвистикалық бағыттағы зерттеулердің басым көпшілігі осы био және социодетерминистік бағытта дамып келеді. Сондықтан биодетерминисттер міндетті түрде бұл когнитивтік тұрғыдан алғанда жыныстық айырмашылық ер мен әйелдің ментальдық қабілеттерінің әртүрлілігінен көрінуі мүмкін. Эмоционалдық ер адамның агрессивтілігі мен әйел мінезінің эмоциялылығы, сезімталдығы, қамқорлығы арқылы байқалады. Ал физикалық ерекшелік әйел жынысына тән, бала туу болса, ер адамның дене күшінің басым болуы жыныстық рөлдік жіктелімге әсер етеді деген биологиялық факторларды алға тартады. Ал социодетерминисттер болса, түрлі мәдениеттерге тән тілдік қатынас ерекшеліктері мен адамның әлеуметтенуін дәлелге келтіре отырып, гендерлік айырмашылықтардың негізі қоғам мен мәдениет әсерінен деген пікірлерін келтіреді. Солардың ішінде биодетерминистік бағыттағы зерттеушілердің негізгі эксперименттік тәжірибе ретінде ұсынатыны бұл ер адам мен әйел адам миы жаршарларының асимметриясы. Мидың асимметриялық қызметтік ықпалын зерттеу бұл ассоциативтік тәжірибелерде орын алған. Біз бұны қысқартып МАХ деп отырмыз, яғни мидың асимметриялық қызметі. Мидың асимметриялық қызметі бұл ассоциативтік үдерістер арасындағы байланыс, сөйлеу тілі арасындағы байланыс, түр-түсті қабылдау арасындағы байланыс, адам жынысы арасындағы байланыс, адамның жас ерекшеліктері арасындағы байланысты кешенді зерттеу бағыттарына негізделген. Сондықтан ғылыми дискурста әр бағыттың өзінің дәлелдері, өзінің көзқарастары, өзінің болжамдары бар. Гендер бұл жалпы ғылыми категория. Гендерлік тәсіл кез келген ғылым саласында қолданыла алады, бірақ сол саланың әдістерін ескеру ләзім. Енді осы мидың асимметриялық қызметіне байланысты көптеген зерттеулер жүргізілді. Біз енді осы тұрғыдан келген кезде гендерлік асимметрия терминін талдауды қажет деп санаймыз. Гендерлік асимметрия бұл өмірдің түрлі салаларында әлеуметтік және мәдени нормаларға сәйкес ерлер мен әйелдерге берілген әлеуметтік рөлдердің теңгерімсіздігін атаймыз. Бұл гендерлік асимметрияны талдау үшін біз алдымен тілдегі гендерлік асимметрия, тілдегі андроөзектілік мәселесінде танып білгеніміз абзал. Тілдегі андроөзектілік бұл ер мен әйел жынысын ерекшелейтін тілдік бірліктердің қолданылуындағы біркелкіліктің болмауы. Ал тілдегі андроөзектілік терминнің өзінен айтылып тұрғандай андро, тілдегі қоғамдық, әлеуметтік және мәдени ерекшеліктерді сипаттаудағы ер адамдық белгілердің басым болуы, әйелдің қатысын оның жеке әрекетімен шектеп көрсетуі. Андроөзектілік тілде қалай көрінеді? Оның айқын белгілері қандай? Ол үшін біз бірқатар тілдердің материалдары негізінде, әсіресе адам мен ер адам ұғымдарының бір атаумен белгіленетіндігі ағылшын тілінде, француз тілінде, неміс тіліндегі нұсқаларын ұсынып отырмыз. Сонымен қатар әйел тегін білдіретін, зат есімдердің ер тегін білдіретін, яғни мужской родтан жасалатындығын көрсетіп отырмыз. Сонымен қатар зат есімдердің, жыныстардың қайсысының орнына болса да ер тегін білдіретін, жұмсала беретіндігі, синтаксистік деңгейдегі байланысу амалы ретінде белгілі бір сөз табына қатысты грамматикалық тектің, родтың негізге алынатындығы, ал референттің нақтылы жынысы бұл жерде ескеріле бермейтіндігі, феминендік, маскулиндік бөлудің қақтаң сақталып отыратындығы, олардың бір-біріне сапалық әрі сандық адамдық белгілердің жалпы адамзаттық сипат алуы жағынан үнемі қарама-қарсы қойылуы міне гендерлік асимметрияның мысалдары ретінде ұсынамыз. Енді осы тіліміздегі гендерлік асимметриялар бірнеше типтері бар, бірнеше түрлері бар. Оларды атап өтетін болсақ, категориалды контрагенттердің біреуінің қатысуынсыз берілетін асимметрия, категориалды контрагенттердің мағыналық деңгейінің сәйкестігінен көрінетін асимметрия және гендерлік жұптық категориялардың іштей құрылымдану асимметриясы, белгіленетін және белгіленбейтін категория мүшелерінің категориясы, яғни белгіленбейтін субкатегориялардың өшірілуі деген
типологиялық тұрғыдан міне осындай түрлерін атап көрсетеміз. Енді осы атап көрсеткен асимметриялық қатынастардың алғашқы екі түрі лексикографиялық талдаулар негізінде анықталады. Ал үшінші түрі бұл лексикографиялық деректерді талдаумен қоса дискурсивтік тәжірибелерге негізделеді. Төртінші түрі бұл аз зерттелген әрі сөздіктерде белгіленбеген, ол гендерлік категориялаудың тілдік және ментальдік тетіктерінің өзара әрекеттестігін көрсетіп, көбінесе тілдік қарым-қатынаста, соның ішінде коммуникативтік тәжірибеде қолданылады. Әдеттегідей қорытындыда өздеріңізге бүгінгі дәріс бойынша бекіту сұрақтары мен әдебиеттер тізімін ұсынатын боламыз. Бұл бекіту сұрақтарында бүгінгі қарастырылған 4 мәселе бойынша сұрақтар және тапсырмалар берілген. Әдебиеттер тізімінде бүгінгі тақырыпта талданған мидың асимметриялық қызметі, гендерлік лингвистиканың сипаттамасы, ғылыми сипаттамасы, бағыттары және тілдегі гендерлік асимметрия мәселелерін талдайтын еңбектердің тізімі назарларыңызға ұсынылды. Тыңдағандарыңызға рахмет.